Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі әңгіме Абай атамыздың «Айттым сәлем қаламқас» өлеңіндегі қаламқас деген ару кім? Ол кім болды екен? Біршама мағлұматтар оқыдым. Соның ішінде Дидар газетінде жарияланған мақаланы сіздерге оқып берейін. 2022 жылдың 11 тамыз айында шыққан екен. Абайдың «Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас» деп басталатын әйгілі әнін білмейтін қазақ жоқ болар. Үлкен сахналардан бастап ауыл арасындағы жиын тойларда шырқалып келе жатқан бұл ән әр қазаққа, тіпті өзге ұлт өкілдеріне де жақсы таныс. Абайдың осы әніндегі қаламқас кім? Бұл әннің шығу тарихы жайлы әр қилы дерек бар. Дегенмен «Айттым сәлем қаламқас» әні Тана мырзаның немере інісі Жәнібектің қызы Тұржанға арналғаны жайлы дерек шындыққа жақын сияқты. Тұржан аруды тұла бойының нәзік, қасының қиыла біткен жіңішкелігіне қарап жеңгелері ғана емес, бүкіл ауыл аймақ қаламқас атағаны Жарма ауданын мекендейтін Бура Матай еліне мәлім болған екен. Бұл әннің мәтініне мән берсек, Абайдың әйел затының хор қызындай сұлуына соншалық ынтық болғанын анық аңғарамыз. Сонда ұлы ақынның жүрегін жаулаған, тұла бойын оттай күйдірген қаламқас ару кім болды екен деген сауалдың құлағы қылтиятыны заңдылық. Мұхтар Әуезовтің тарихи эпопеяны жазу жолында өмірінің 20 жылын сарп еткені белгілі. Егер Тоғжан өз айналасында жанама түрде қаламқас деген атқа ие болса, Абай оған ән мен өлең арнаса, бұл оқиға заңғар жазушының назарына неге сырт қалған? Эпопея түгілі жай мақалаларының ешқайсында мұндай пікірдің ұшығын шығармайды ғой. Егер бұл жағдай тобықты ішіне бұрыннан белгілі болса, осы кезге дейін құлаққа неғып шалынбаған деп зерттеу еңбегінде орынды сауалды алға тарта отырып, жармалық айтыскер ақын Қалихан Алтынбаев ақиқат деректерді басқа жақтан іздеуге тырысады. Дәл осы еңбегінде автор әр жылдар орайында айтқан жармалық Қалиасқар Еңсебайұлының, Күндебай Қалиұлының, Сағила Сымақ қызының, Жүзім Өтепберген қызының, Мұса Мұхамеджан Өтеұлдарының, Аягөздік Уақап Торғайұлы мен Көкпектілік Ахметжан Әбубәкіровтің әңгімелеріне сүйеніп, ән кейіпкері қаламқастың өмірдегі шынайы бейнесі Жәнібек қызы Тұржан деген байламға тоқтайды. Енді осы байламды қуаттайтын нақты айғақтарға көңіл салайық. Найман ішіндегі Қаракерейден тарайтын Тілемісұлы Тана мырзаның есімі бүкіл сол кездегі Семей, Өскемен уәлаяттарына айпарадай анық болған деп жазады айтыскер ақын. Автордың айтуынша, өз кіндігінен перзент сүймеген Тана мырза немере інісі Жәнібектің Тұржан есімді қызын бауырына салып алыпты. Тұржан талшыбықтай бұралып өскен сондай көркем қыз. Тұла бойының нәзік, қасының қиыла біткен жіңішкелігіне қарап, алғашында жеңгелері, одан соң бүкіл ауыл аймақ оны қаламқас атандырады. Қалихан Алтынбаевтың зерттеу деректеріне ден қойсақ, Тұржан мен Абай алғаш 1861-1862 жылдар шамасында кездескен сияқты. Бұл Абайдың 15-16 жастағы кезі. Құда түскен мен ділдағы әлі үйленбеген Абай әкесі Құнанбаймен бірге алыстағы Найман еліне, Тана мырзаның ауылына келеді. Бұлардың келгендегі шаруалары біріншіден соның алдында ғана Көкпекті округінің аға сұлтандығына өткізілген сайлауда Тана мырза жеңіліс тапқандығына ағайындық демеу сөз айтып, ізгі ниет білдіру. Екіншіден, үш өзеннің етіске құятын сағасындағы түбекке мешіт салдырып жатқан Танаға қошемет білдіріп, жаңа құрылысты көріп қайту еді. Осы сапарда екі балғын жас Тұржан мен Абай бірін-бірі қатты ұнатқан. Мұны байқаған Құнанбай да екеуінің жақынырақ танысуына, тіпті құда түсіп қайтуға қарсы еместін. Алайда құрметті қонақтар отырған орданың сыртында соқыр түйесін, көзіңді қу соқыр деген біреудің балағат сөзі байласқалы келе жатқан құдалықтың шырқын бұзады. Тананың жік жапар болып әлгі жігітке кешірім сұратып,
ат шапан айып бергізгеніне қарамастан алған бетінен қайтпайтын Құнанбай танаға әдейістетіп отырсын деп аттанып кетеді. Қазақтың түйені соқыр десең Құнанбайға тиеді деген мәтелі осыдан қалса керек. Алыстан ат артып келген меймандардың көп кідірмей кері қайтуы енді ғана лаулай бастаған қос ғашықтың махаббатына кесірін тигізеді. Бұдан соң екеуінің бірер мәрте хат алмасқаны болмаса, жүздесуге жер арасы шалғай. Сөйтіп байланыс үзіледі. Абайдың мұнан кейінгі жағдайы белгілі. Ділдәға үйленіп перзент сүйеді. Тұржан оң жақта біраз отырып барып сыба ішіндегі Быжы Тоқтар дейтін Сарт ауылына тұрмысқа шығады. Ескі құлақтарға сенсек, соңында ұрпақ қалмапты. Тұржанның Қаламқас атанғанына екінші дәлел мынау дейді Қалихан Алтынбаев. Қаламқас сыбан ішіне ұзатылып келгенде бұл жақтағы Матай руының игі жақсылары тегіс сәлемдесуге барған. Өйткені ескі шежіре бойынша Қаракерей, яғни Тананың руы. Қаракерей мен Матай бірге туады. Оның үстіне Тананың абыройы бүкіл Найманға әйгілі. Сол барған екі жақсылардың ішінде Матайдағы әйгілі тентек әрі жуан тұқым Бәкен Мырзатайұлы бар екен. Басқаларының бәрі кісілік әдетпен Қаламқасқа төс түйістіріп амандасқанда Бәкен міз бақпастан отырып алады. Ондағысы ойда орыс, қырда қазақ құрғандай Сартқа тұрмысқа шықтың деген өкпесі. Міне осы оқиға Жарма өңіріндегі қариялардың аузында әлі күнге айтылып келеді. Ең бастысы Тұржан есіммен емес, Қаламқас деген атпен айтылуда. Және сіздерге қосымша ақпарат ретінде композитор, музыка зерттеушісі Ілия Жақановтың да пікірін айта кетейік. Абайдың осы бір тамаша әнді сүйіндіктің қызы Тоғжанға арнап жазғандығын дәлелдейтін нақты деректер қазір біздің қолымызда жоқ. Бұл туралы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясында да еш жерде жазылмаған. Сондықтан мен ол былай еді, немесе оны сол адамға арнап жазды деп бөле жарып айта алмаймын. Менің білетінім жарқ етпес қара көңілім не қылса да деген өлеңі шынымен Тоғжанға арналып жазылған. Ал енді Тана мырзаның бауырына салып өсірген қызы Тұржанға арнап жазды деген пікірді өз басым жақында ғана естідім. Менің ойымша бұл жағдай бұрындары зерттелушілердің назарынан тыс қалып қойған сияқты. Енді ғана соған көңіл бөліп жатырмыз. Жалпы біздің қазақтың тарихында өнері мен мәдениетінде әлі де зерттелмей жабулы күйінде қалып келген немесе бұрмаланған дүниелер жетіп артылады ғой. Келешекте осы жақыптарымызды жарыққа шығарып халықпен қауышуына көп еңбек етуіміз керек дейді. Және Ерлан Рысқали, дәстүрлі әнші, ол кісі былай дейді: бұл пікірлердің екеуі де шындыққа жанасады. Дегенмен өз басым Қалихан Алтынбаев ағамыздың Тана мырзаның немере інісі Жәнібектің қызы Тұржан Сұлуға арналады деген пікірі дұрысырақ деп ойлаймын. Себебі әннің сөзіне ден қойсаңыз, ақынның бір аруға ғашық болып, бірақ оған қолы жетпей бір көруге зар болған аңсар халін ұғынасыз. Эпопеяға жүгінсек, Тоғжан мен Абай бір-бірімен қосылмаса да бірнеше рет кездесіп тілдесті. Оған қоса, егер әйгілі ән сүйіндік қызына арналса, бұл жайт Әуезовтің назарынан тыс қалмас еді ғой. Екіншіден, Абай Тоғжанға арнап бірнеше өлең жазған. Олардың арасында Айттым сәлем Қаламқас жоқ. Сондықтан Қалихан ағамыздың дәлелдері сенімдірек сияқты. Мәселен, Тұржан мен Абай бір-ақ рет көрісті. Одан кейін мүлдем жүздеспеді. Бәлкім барлық сыр осында жатуы мүмкін. Дегенмен бұл тақырып әлі тереңірек зерттеулеуді талап етеді дейді. Баршаңызға амандық тілеймін. Келесі кездескенше.